Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы тазалық, денсаулық негізі, денсаулық, байлық негізі. Менің есімім Сұлтанова Нильфар болады. Денсаулық зор байлық. Адамның денсаулығы қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыруы керек. Дені сау адамның көңіл-күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз дені саудың жаны сау деп орынды айтқан. Мысал келтірейік. Қараңғы үйге келіп, шам жақсаңыз, үйдің іші жарық қылады. Көп қызыл гүлдің ішінен бір қызыл ақ гүлді көрсеңіз, көзіңіз соған түседі. Біздің де өмірімізді жарық қылатын, жан-жағымызға тамаша сәулесін шашатын өміріміздегі басты байлық денсаулық. Денсаулық бұл адамның еңбекке белсенді болуы, әрі ұзақ өмір сүруі үшін тәннің саулығын және рухани саулығын сезінуі. Жеке бас тазалығының ережелеріне тоқталайық. Күнделікті бір уақытта тұру, бөлмеңді желдетіп, дене шынықтыруын жасау. Таңертең ерте тұрып, тісті тазалау, бет-қолды жуу, мойын және құлақты жуу. Ұйықтар алдында жуынып, бөлмеңді желдетіп алу. Тамақ ішердің алдында, жұмыстан кейін, әжетханадан соң міндетті түрде қол жуу. Терінің тазалығы бұл біздің денсаулығымыздың кепілінің бірі. Сондықтан біз күн сайын ыстық сумен және сабынмен жуынған жағдайда теріміздегі түрлі микробтармен және де лас нәрселерден айықтырып тазартып отырады екенбіз. Адам терісінің ең өсімтал бөлігі шаш пен тырнақ. Ол адам миын күн сәулесі мен суықтан қорғайды. Әр шаштың өзінің өмір сүру мерзімі бар. Шаш сырт көзге өз қалпын сақтап тұрғанға ұқсағанымен, бізде шын мәнінде 100 тал шаш түсетін болса, оның орнына 100 тал шығып отырады. Шашты аптасына бір рет жуған жөн. Өте суық күндері бас киімсіз далаға шығуға болмайды. Қолдың тырнақтарын аптасына бір рет алса, ал аяқ саусақтарының тырнақтарын аптасына 2 рет немесе 1 рет алғаны жөн. Назарларыңызға рахмет.